Мұзафар Әлімбаев қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы қазан айының 29 күні Павлодар облысы Шарбақты ауданында дүниеге келген. Ол ақын, жазушы, аудармашы, Қазақстанның халық жазушысы. Әкеден 8 жасында, шешеден 13 жасында айырылып, жетімдіктің ауыртпалығын бастан өткерді. Соғыс жылдары 1941 жылы соғысқа аттанып, Калинин майданында шайқасты. Артиллерист, танк батареясының командирі болды. Майданда жүріп, алғашқы өлеңдерін жазды. Шығармашылығы. Соғыстан кейін әдебиетке бет бұрып, қазақ поэзиясына, әсіресе балалар әдебиетіне зор үлес қосты. 25 жыл бойы Балдырған журналының бас редакторы болды. Қазақ мақал-мәтелдерін жинап зерттеді. Оның шығармалары 38 тілге аударылған. Белгілі шығармалары: Менің Қазақстаным, жүрек лүпілі, отан туралы. Аспандағы әпке, менің ойыншығым, қоянның құлағы неге ұзын. Балаларға арналған. Ту тіккен, Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі туралы. Өрнекті сөз, ортақ қазына, мақал-мәтелдер жинағы. Мұрасы. Мұзафар Әлімбаев қазақ балалар әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосты, мақал-мәтелдерді зерттеді, көптеген шығармаларды қазақ тіліне аударды. Ол, қазақ әдебиетінің шынайы жанашыры, өз заманында сөз өнерінің биік шыңына көтерілген қаламгер. Ол 2017 жылы, қараша айының 26 күні өмірден өтті. Елең қылмай күнді ыстық. Ойнап жүрген батырмыз. Көл шетінде тыныштық. Әңгіме айтып жатырмыз. Теңдесі жоқ жалғанда. Мықты болсам мен тіптен. 2-3 ұрттап қалғанда. Құрғай қалса көл біткен. Дейді ахан үйіңді. 2-ақ теуіп жығар ем. Мықты болсам дейді асқар. Соған тиіп сөз енді. Алып келіп дау тастар. Бөгер едім өзенді. Үйлерді сен құлатқан. Қайта салып қояр ем. Ағаш егіп ұнатқан. Жемісіне тояр ем. Жолаушылар жолынан. Кешігеді ау көп қалып. Деп пойызды қолынан. Жіберер ем құтқарып.